Сәлем, жиі сөз етілетін отандық жылдыздардың өміріне шолу жасайтын Инстаньюз назарларыңызда. Бүгін студияның 30 жылдығын еркенің демалысын рензалықтардың қуанышын сөз етеміз. Бүгін студия тобына 30 жыл толды. Бұл жаңалықпен аталмыш топтың инстаграмдағы ресми парақшасында бөлісті. Әрине, бұған сенудің өзі қиын. Күні кеше Кремльде 25 жылдығымызды тойлаған едік деп жазған. 16 альбомы, 30 бейнебаяны бар, студиялықтардың сіңірген еңбегі зор. Айтпақшы, олар мерейтолық концертін өткізуді жоспарлап отыр. Шығармашылық кеш 10 қарашаға белгіленген. Егер сүйікті тобыңыздың әндерін жанды дауыста тыңдаймын десеңіздер, Мәскеуге қарай жол тартыңыздар. Ерке Есмахан жаңа туындысының түсірілімін аяқтап, саяхатқа аттанды. Әнші өткен демалысын Таиландта өткізген еді, ал бұл жолы Египетке жол тартқан. Инстаграмға салған видеосына қарағанда ол демалысқа ұлы Мүсліммен кеткен. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Қорықпай отырсың ғой, Мүслім? Біз не жағажайда жанын суға түсуге келдік, және де осы түйеге түсуге келдік. Мүслімнің батылдығы біраз жанды таң қалдырғаны сөзсіз. Айтпақшы, біздің ерке қызымыз келесі жолы қай елге аттанар екен, ол белгісіз. Оны жуырда сөз етіп қалармыз. Ерке Есмахан демалысқа аттанса, рензалықтардың қуанышында шек жоқ. Өйткені олардың сахнада бой көрсетіп жүргендеріне 1 жыл толды. Айтпақшы, бұл жағымды жаңалығымен топтың продюсері Алуа ханым инстаграмдағы парақшасында бөлісті. Ендеше құтты болсын дейміз. 3 түрлі түстен тұратын Samsung Galaxy S8 және S8 Plus-тың әдемі, сәнді, әрі шексіз дизайны сіздің образыңызды мінсіз етері сөзсіз. Ал сіздің стиліңізге аталмыш смартфонның қай тұсы сай деп ойлайсыз? Егер тексеріп көрем десеңіздер, дүкенге қарай асығыңыздар. Отандық жұлдыздар тағы қандай постмен қызықтар екен? Оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.